Ендеше соны сіздерге жеткізейік. Бірінші ақпаратымыз бұл аса жағымды жаңалық болмақшы. Ол Америка Қытайға соғыс ашуы бек мүмкін. Себебі Қытай өкіметі сасқаннан осы келе жатқан наурыздың, яғни марттың 1-нен бастап Қытайдың соғысқа дайындық туралы заңын жариялады. Соғысқа дайындық заңында тұтас Қытайдың армиясы соғысқа дайын тұрғанның сыртында Қытайда 18-ден 60 жасқа дейінгі ер әйел демей кез келген уақытта соғысқа алынады деген бапты қосты. Бұл бұғанға дейін Қытайда болмаған болатын. 18 бен 60 жас аралығындағы ер және әйел демей соғысқа алынуы мүмкін деген бұл сөз, демек Қытайда ең жоғарғы деңгейдегі соғыс дайындығы деген сөз. Бірінші кезекте Қытайдың армиясы болатын. Қытайдың мемлекет қорғаныс министрлігіне қарасты азаттық армиясы, бұл анығында азаттық армиясы Қытайдың партиясына, компартияға қарасты армия, қорғаныс министрлігі өкіл ретінде басқарады. Бұл анығында партия қорғау армиясы, яғни гестапо сипатындағы армия. Сондықтан бұл қалқарада үнемі Қытайға талап қоятын, армияны мемлекетке қайтарыңдар. Партия армияға жетекшілік ететін бұндай жүйе адамзат тарихында болмаған деп Қытайға үнемі талап қойылатын. Сол Қытайдың армиясында, яғни азаттық армиясында армия партияның сөзін тыңдайды деген сөз бүкіл армияның, бүкіл ғимаратының қақпасының бірінші ең көрнекі жерінде жазылып тұратын. Бұл біріншісі. Екіншісі, Қытайда қарулы сақшы деген бар. Бұл қарулы сақшы деген Қытайдың екінші категориядағы қорғаныс күші болатын. Бұның негізгі күші ресми деректерде бірде 1 миллион, кейде 2 миллионға жуық деп айтады. Бұл тағы ресми жұмыс тағысы. Ал кәдімгі кезде қарулы сақшы Қытайдың ішкі жақтарындағы дүрбелеңді тыныштандыруға ғана қолданатын. Үшіншісі, Қытайдың кәдімгі кезектегі, күтілімдегі армиясы. Бұл кез келген әскери тәрбиені көрген, бірақ кез келген уақытта армияға баруға дайын, мемлекеттің әрбір мекемелерінде жұмыс істеген армиялар. Төртінші кезектегісі Қытайдың армиядан, әскериден босатылған адамдар, бірақ жасы пенсияға толмаған адамдар. Ал бесінші кезекте қарапайым халық болатын. Енді қазір осы бесінші категориядағы қарапайым халықты армияға алу туралы бұйрықтың шығып, оның бірден наурыздың 1-нен бастап атқарылады деуінің өзі Қытайда дәл қазір өте сұрапыл бір соғысқа дайындық жүріп жатқандығын. Немесе Қытай Америкадан келетін қандай да бір сұрапыл санкция, экономикалық санкция, немесе қандай да бір әскери іс-шара болатын болса, соған дайындалуға тырысып жатқандығын білдіреді. Бірі, қарапайым, яғни 59-ға келген дәу Саргідір апа. Іші шығып кеткен, жуан, Саргідір 59-дағы апаны көз алдарыңыз елестетіңіздер, демек ол да армияға баруға міндетті болады. Енді осыдан ақ Қытай неменеге осыншама жан таласып, жаны тұмсығының ұшына келіп, есінен айырылып отыр десең, бір ғана нәрсені білуге болады, Қытайдың жаны тұмсығының ұшына келді. Неге? Америка Қытайдың Ресейге дрон беретіндігін білді. Бұл бір. Бұны кім әшкерелеп тастады? Германияның медиасы. Ал екіншісі, бұл жай дронды мәдеп бере салмайды екен. Оны өздерінше жасырын түрде Дубайдағы, Біріккен Араб Әмірліктеріндегі бір компанияның делдалдығыменен Ресеймен келісім көрдірген. 2. Үшіншісі, олар жай ғана дронды мәдеп Ресейге бере салмай, бұл дрондарды өндіретін тұтас цехты Ресейге береді. Ол дрондарды өндіретін техниканы, технологияны, мамандарды береді екен. Енді орыстар жаңағы водкасын ішіп алып, есін білмей, сол күні басса болды, мына шетінен дрон өндіріп шығатындай қып, қолында ұстатып береді екен. Орыстар сол ақшасын төлеп, енді өзінің дронын өзі өндіреді екен. Тұтасыменен жаңағы мына жерінен былайша айтқанда пластикті саласың, мына жерінен жаңағы водканың ішіп болып бөтелкесін саласың, ана дронның алдындағы әйнекті жасаңға.
мына жағынан жаңағы аяғыңа киіп келген калошыңды немесе ана резинке тәпішкеңді салып жібересің, сосын ол ана жағынан пластик болып шығады деп, соның бәрін қысқасы Қытай үйретеді екен, цехты бірақ береді екен линияны, сонымен орысың баяғы арағын ішіп алған күйінде кнопканы басып, жаңағы боқтанып, қарғанып, сіленіп отырса, ана жағынан дрон шығады екен. Ал бұл жай қаруды мәдеп бере салғаннан әлде қайда қауіпті. Себебі енді орыс бүкіл халқын аттанысқа келтіріп, енді тек қана сол Украин жеріне дрон ұшырып жіберетін, күні түні 24 сағат сол дрон ұшырумен айналысып кетуі, дрон жасаумен айналысып кетуі бек мүмкін. Бұл Америка тарапынан Қытайға осы уақытқа дейін тыйым салынған. Жанарғыш қаруларды Украинға беруге болмайды деп қатаң ескертіп отырған осы ескертпесіне қарамастан Қытайдың осындай қадамға баруы және бұның неміс медиасында жарияланып қалуы енді қазір тұтас НАТО мен Американы ойландырып қойды. Осыдан ақ ойлаңыздар, енді Америка мен Еуропа, яғни НАТО, Қытайға қанша мәрте ескерту беріп отырды, жұмсақтап отырды. Ақ үйдің баспасөз баянатшысына дейін біз Қытайдың компанияларының көмектесетінін білеміз деді. Қаншама оқиғалар болды, Тіпті Қытай компаниясы Қытай өкіметін уәкілдік етеді деген сөздерді айтып, және ол компанияларға санкция салып отыр. Енді Германияның медиасы бұны жариялап келген кезде Қытай не істерін білмей тұр. Бастысы, мені қызықтырып отырғаны, ертең дүйсенбі Американың өкіметі бұған қандай шешім шығарады. Бұл ең бірінші мәселе болып отыр. Американың өкіметі қандай шешім шығарады. Бұл маңыздының маңыздысы болып отыр. Америка тағы да бұғанға дейін майпаздаған сияқты, майпаздап, көрмегенсіп, жаңағы ауырды жеңілдетіп, жеңілді жоқ қылып, сөйтіп әшейін ақақа шақақамен бұл мәселені өткізіп жіберсе, онда Америка өкіметінің ішіндегі Қытайға бүйрегі бұратындар, олигархтар, Қытаймен саяси мүдделі топтар, глобалистер және Қытайдың нарығында триллиондаған доллар ақша тауып отырған үлкен капиталистер Американы меңгеріп отыр деген сөз. Демек, Қытай тағы да білген істейді. Қытай орыстың соңғы ақшасы бітіп, Путиннің Қытайға төлейтін ақшасы қалмағанша жаңа әскери қару жарағын бере түседі, техникасын бере түсіреді, линиясын бере түсіреді. Ал енді оның арты Украинде соғыс жалғаса түседі. Үлкен наразылық туындайды. Себебі 40 жылдан бері экономика есік ашудан әбден байып, Еуропа Американың дәмін татып, демократия дейтін заттың иісін біліп қалған Қытайдың кәсіпкерлері енді мына сасық орыстың құшағына қайтадан кіргісі келмейді. Себебі орыста ақша жоқ қой. Орыста ақша жоқ, сасық көкірек, ода дым жоқ баяғы. Демек, осындай кезде Қытайда наразылық туатынын біліп, Си Цзиньпин әскери жүйені өзгертіп жерді, ішкі істерді тіке қолын алды, ұлттық қауіпсіздікті тіке қолын алды. Міне Қытайдың соғысқа дайындық заңын наурыздың 1-нен атқарылады деп шешіп отырған себебі сол. Енді сталиндік заман басталды деген сөзімізді енді түсінген шығар. Енді Қытайда бүкіл мына жоғарғы жақтағы өзіне жай келмейді деген Жаң Зимин тобындағылар, Ху Жинтау тобындағылар, жаңа ортадағы комсомолдық топтағылар, Ли Кечан тобындағылар, тіпті Қытайдағы демократтық идеядағылар, діни жағынан батыстық христиандық, католиктік бағытқа жақын коммунистер, қысқасы Еуропа Америка менен жаңа одақ болуды дәріптейтін прогрессивтілер, реформаторлар бәрі шетінен бас алынуы мүмкін. Кәдімгі Сталин қидай сыпырып бәрін өлтірген сияқты, Ши Цзиньпин бәрін өлтіруі мүмкін. Тіпті бұл Қытайдағы қазақ ұйғырларға қайтадан, жаңадан басталған зұлматтың басы болуы бек мүмкін. Қытайдағы қазақтар мен ұйғырларға қайтадан тың зұлмат басталуы мүмкін. Егер мынандай соғыс 59-ға дейінгілерді соғыс қалу дейтін бұл заң жобасы атқарылатын болса, бірінші кезекте соған сол 60 жасыңнан 10 жас асып кетсе де, сол 70-тегі қазақтың шалына дейін, тіпті 18-де елдің баласын алса, біздің балаларды 14-15-нен алып, соғысқа алдыңғы шепке айдауға Қытай дайын. Тіпті Қытай өзінің әскерін орыстың әскеріне қосып, Украин жерінде соғысқа кіруі де бек мүмкін.